Белгілі кинорежиссер, сценарист әрі продюсер Жанат Алшанова Ұлыбритания кино және телевизия академиясы мен Ұлыбритания режиссерлер қауымдастығына мүше болып қабылданды. Британияның кино және телевизия академиясы тәуелсіз қоғамдық ұйым. Академия лауреаттарына арнайы марапаттар мен алтын маска тапсырылады. Қауымдастықтың ең алғашқы жүлдесі 1948 жылы Лондонда табысталған екен. Әлемдік кино саласында салмақты орны бар ұйымға қазақ қызының мүше болуы әрине айтулы оқиға. Бұл енді сөзсіз жетістік деп есептеймін. Халықаралық деңгейде Жанатқа артылған сенім бұл. Өйткені Қазақстанның тарапынан бұл қауымдастыққа кіруде оңай шаруа емес. Осы өз еліміздің атынан Жанат осы ұйымда белсенді жұмыс істейді деп сенеміз. Өздеріңіз білесіздер, 21 ғасыр бұл визуалдық өнердің дәуірі, яғни келешекте басқарудың барлық тетігі халықаралық деңгейдегі шығармашыл адамдардың потенциалы арқылы шешілетін болады. Бұл Ұлыбританиядағы қауымдастықтың негізгі міндеті дүние жүзіндегі осы өнер әлеміндегі жалпы туындыларды сараптау, бағалау, қолдау көрсету. Осы бағытта Жанат әділ төрелік етеді деп, шынайы нағыз өнер туындыларына үлкен қолдау көрсетеді деп еліміздің атынан осы ұйымның жұмысында үлкен сенім артамыз. Және қазақ қыздары қашанда мықты ғой. Олар өз істеріне әрдайымда ұқыпты болып келеді. Осы уақытта, дәл осы бағытта Жанатқа біз сәттілік тілейміз киногерлердің атынан. Жанат Алшанова Лондон кино мектебінің түлегі, киноиндустрия саласын жетік меңгерген маман. Білім алып жүргенде-ақ бірнеше қысқаметражды фильмдерді жарыққа шығарып, халықаралық фестивальдерге қатысқан. Маусым соңы деп аталатын дипломдық жұмысы Канн фестивалінен бөлек Англия, Польша, Франция, Германиядағы халықаралық фестивальдерде көрсетілген. Локарнада өткен кинобайқауда Жанат Алшанованың «Өркениет тарихы» фильмі күміс сілеусін марапатын жеңіп алды.